Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электронды кестеде деректер базасын құру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Excel кестелік процессорын деректер базасы ретінде пайдалану. Өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Деректер базасының өрісі дегеніміз не? Кілттік өріс дегеніміз не? MS Excel'дегі деректер типі қандай? Жарайсыңдар оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Электрондық кесте. Кесте түрінде берілген деректерді өңдеудің интерактивті жүйесі. Кесте ұяшықтарына сандар, мәтін немесе ұяшық мәтіннің басқа ұяшықтарға тәуелділігін анықтайтын формулалар жазылады. Қолданушылардың ұяшықтарға деректер жазу, ұяшықтардан деректерді оқу, оларды өзгерту. Сол сияқты деректердің берілу пішімін көрсету, оларды іздестіру және реттеу жұмыстарын орындау мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда деректерді кесте түрінде сақтау және өңдеу қажет болады. Кестелерде сақталатын ақпарат жолдар мен бағандар түрінде беріледі. Кестедегі қатарлар, жазба, бағандар өріс ретінде қолданылады. Жазбада нысан туралы дерек берілсе, өрісте сол нысанның белгілі бір қасиеті жазылады. Осылайша деректер базасы белгілі бір қасиеттері бар әртүрлі жазбалардың жиынтығы деуге болады. Кез келген деректер базасының бірінші жолында өріс атауларын көрсету керек. Деректер базасының ең қарапайым түрі бір ғана кестеден тұрады. Деректер базасы ретінде MS Excel электронды кестесін алуға болады. MS Excel'де деректер базасына тән барлық амалдарды орындайды, функциялар жиынтығы қамтылған. MS Excel программасындағы дерек базасының ең үлкен оқшаулануы нұсқасының мүмкіндіктерімен анықталады. Яғни парақтағы жолдар саны және бағандардың саны деректер базасын бір параққа да құруға болады. Бір парақта бірнеше деректер базасы да болуы мүмкін. Бірақ деректер базасы әртүрлі әрекеттерді орындау кезіндегі олардың біреуі ғана белсенді болады. MS Excel'дің жұмыс парағын деректер базасы ретінде қарастыру үшін оған мынандай талаптар қойылады. Жұмыс парағының әрбір бағанына бір өріс сәйкестендірілуі, деректер базасының бағандары үзіліссіз бірінен кейін бірі орналасуы, әрбір бағанның бірінші жолында қайталанбайтын өріс тақырыптары көрсетілуі, өрістің тақырыбы бір ұяшықтан аспайтын болуы, жазбалар тікелей тақырып жолдарының астына орналасуы, жазбаларды бос жол қалдырмай бірінен соң бірінің енгізілуі. Егер бос жол кездессе, бұл деректер базасының соңы деп есептеледі. Сіздер төмендегі сыныптарда Excel кестелік процессормен танысқан болатынсыздар. Олай болса, 8-ші сыныпта физика пәнінің электр тоғының туралы тоқ күшінің кернеуінің кедергіге тәуелділігі жайында деректер кесте түрінде берілген. Ең қарапайым реляциялық деректер базасы. Осы кестені дерекқор ретінде қалай өңдейміз, соған тоқтала кетейік. Excel'де деректер базасымен жұмыс істеуге арналған құралдар мәзірдің деректер бөлімінде қарастырылған. Деректер қорымен жұмыс жасауға арналған форманы жылдам қол жеткізу терезесіне, яғни құралдар тақтасына орналастыру керек. Ол үшін жылдам қол жеткізу панелінен басқа командаларды таңдаймыз. Одан кейін мына көрсетілген жерден лента емес командаларды таңдаймыз. Орындалғанда пайда болған командалар тізімі арасынан формалар командасын таңдасақ, сол терезеде пайда болады. Яғни форманы таңдаймыз және добавить батырмасын басып, окей батырмасын басамыз. Форма батырмасы бізде жылдам қол жеткізу панеліне орналасты. Енді тоқ күшінің кернеуі мен кедергі тәуелділік байланысын сипаттайтын деректер орналасқан жұмыс алаңына ауысайық. Excel'дің өзіндік ерекшелігі ол басқа программа қызметіне жүгінбей-ақ деректер базасын құра алады. Мұндай деректер базасына жаңа мысалдар қарастырылған. Қарапайым кестелерден тұратын тоқ күшінің кернеуі мен кедергіге тәуелділігін көрсететін деректерді жатқызуға болады. Ұяшықтарда толтыруда Excel'де деректер базасын толтыру ережесін басшылыққа алу керек. Excel'де ең алғашқы қарапайым деректер базасы ретінде кестелерден құралған тізімді айтуға болады. Біз қарастырып отырған мысалда деректер базасы ауқымы, тоқ күші, кернеу, кедергі тақырыптары орналасқан 3 бағаннан тұрады. Осы 3 бағаннан тұратын кесте деректер базасы ретінде қаралады.
Excel'де кесте мен деректер базасы ретінде жұмыс жасау үшін дерекқор аумағын ерекшелеу керек. Одан кейін жылдам қол жеткізу панелінен форманы басамыз. Деректер базасы қай парақта орналасқан болса, форма диалогтық терезесі сол парақтың номеріне көрсетеді. Форма диалогтық терезесі көмегімен деректер базасын басқару оңай жүзеге асады. Заманауи релакциялық деректер базасы өзара байланысқан кестелерден тұрады. Біз қарастырып жатқан мысалдағы деректер базасы ең қарапайым бір кестелі деректер базасы болып саналады. Форма диалогтық терезесінен деректер базасындағы жазбаның жалпы саны мен өрістердің санын білуге болады. Форма диалогтық терезесі 3 өрістен және 12 жазбадан тұрады. Форма диалогтық терезесінде бірнеше командалардың батырмалары орналасқан. Бұл батырмалар көмегімен деректер базасында жазбаға жазбаны қосу үшін қосу, жазбаны жою үшін жою, жазбаны артқа қайтару әрекеттерін орындауға болады. Деректер базасының жазбаларымен алға және артқа жылжыту үшін алға және артқа командалары қызметін пайдалануға болады. Айналдыру жолағын пайдалануға болады. Критерий батырмасы көмегімен жазбада орналасқан өрістердің бәріне ізделетін дерек жазылады. Сонда сол дерекке сәйкес басқа өрістегі деректерді де көруге болады. Және жабу батырмасы көмегімен деректер базасын жұмысты аяқтай аласың. Excel программасында деректер базасын құрумен шектелмейтін деректерді сыртқы көздерден де алуға болады. Excel'де жақсы меңгерген пайдалану үшін өте қолайлы. Сырттан деректерді базасын импорттау үшін алдымен деректер, одан кейін сыртқы деректерді алу командаларын орындау керек. Суреттен көріп тұрғандай, сыртқы деректер Access деректер базасының интернеттен және басқа сыртқы көздерден көруге болады. Оқушылар, бүгінгі сабақтан біраз мәлімет алған боларсыздар. Ендеше мына көрсетілген сұрақтарға жауап берейік. Жазба өріс дегеніміз не? Ауқым дегеніміз не? Үй тапсырмасы. Оқулықтың 68-ші беттегі номер 5-ші кестені дәптерімізге толтырамыз.